Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге 2019 жылы жарық көрген Гарри Ясна киносының қазақша негізгі желісін айтамыз. Мен видео кіріспесінде фильмнің сюжеті жайлы еш нәрсе айтпаймын, өйткені видео көру барысында түсінсеңіздер қызық болады. Сондықтан тура бастайық. Ал сіздер не істеу керек екенін білесіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, өз ой пікіріңізді комментарийға қалдырып кетіңіз. Кино балалы болғысы келетін ерлі зайыпты Тори мен Кайлмен басталады. Бірақ қызығы Құдай оларға көктен бала береді. Тура мағынада. Олардың ферма маңына өзге ғаламдық бір зат түсіп, ішінен адам секілді жаңа туған нәресте шығады. Ұзақ уақыт бойы балалы бола алмай жүрген олар үшін бұл кәдімгідей Құдайдың сыйы болды. Олар нәрестені кәдімгі адам секілді өсірді, және бұл оқиғаны олар қатты құпияда ұстады. Арада 10 жыл өтті, көктен түскен Брэндон да өсіп қалды. Брэндон өте момын, ақылды бала болды. Әрине, кино заңдылығымен оны мектептегілер ұнатпайды. Әлімшеттік жасап, әділетсіздік көрсетеді. Бірақ Брэндон 12 жасқа толғанда ода түсініксіз жағдайлар бола бастайды. Анасы Тори Брэндонның бөлмесінде жоқ екенін біліп фермаға іздеуге келеді. Және Торидың көз алдында Брэндон жын ұрғандай ферма жертөлесінің есігін сілкілеп жатыр екен. Одан Брэндонның есі кіріп, қалай бұнда келгенін түсінбей қалады. Тори сенде айкезбелік болды деп оны тыныштандырады. Ертеңді Брэндон аула шөбін қырқып жүріп, өз бойынан ерекше қабілетті байқайды. Және ол бұл жайлы ешкімге тіс жармайды. Сол күннен ақы Брэндонда бір түрлі мінездер бола бастайды. Әрине, ата-анасы оны өтпелі жастың әсері деп ойлайды, және іштерінде бір күдікпен. Брэндон өз қабілетін таныса келе, жаңа супер қаһармандық қиялды бастайды. Бір күні мектепте сынып балалары сенім ойынын ойнайды. Кезек Брэндонға да келеді. Кейтлин деген қызы оны құлатып жібереді, өйткені ол одан қатты қорқады. Қатты ашуға мінген Брэндон Кейтлиннің қолын сындырып жібереді. Әрине, бұл оқиғадан кейін ата-аналар дауы. Сол түні Тори ноутбукпен жағаласып отырады. Брэндонға бір дауыс естіліп, ол тұрып әлгі фермаға келеді. Есікті бұзып ашып, бір өзге объектінің алдында транс күйге түседі. Ояу болған Тори баласының артынан еліп келген еді. Брэндон есін жияды. Тори болса балаға енді бар шындықты айту керек деген оймен оқиғасын айтады. 12 жыл бұрын түн ортасында ферма маңына бір нәрсе көктен құлаған. Тори мен Кайл барып қараса, өзге озық технологиялы объект екен. Және сол сәтте ол құрылға ашылып ішінен жаңа туған нәресте шыққан. Ол сол Брэндон. Және Тори Брэндонға сені маған Құдайдың өзі берген сыйлығы деп елжіреп тұрса, Брэндон керісінше ашулана бастайды. Маған неге осы уақытқа дейін бұның бәрін айтпадыңдар деп ол заттарды лақтырып сындыра бастайды. Және ол бөлмесіне барғандай болып далаға шығып кетеді. Түн ортасында Брэндон әлгі қолын сындырған Кейтлинге келеді. Өзінің өте ерекше екенін айтып, оны енді барлық әлем танитынын айтады. Одан Брэндон Кейтлиннің кафеде жұмыс жасайтын анасы Эрикаға келеді. Брэндон Эриканы ары қорқытып, бері қорқытып аямай өлтіреді. Ертеңінде түк болмағандай ашуынан қайтқан адам секілді болып таңғы асқа келеді. Және әлгі кафеге полицейлерді келеді. Және олар Эриканы қандай тылсым күш өлтіргенін білмей дал болады. Және шоколад шериф әйнектен бір белгіні көреді. Ал Брэндон сол түні өзі қаралып жүрген психолог нағашы әпкесіне келеді. Әпкесі бұндай түнде неғып жүрсің деп оны үйіне қайт деп айтады. Әрине, Брэндон кеткендей болып, одан достармен көңіл көтеріп болған әпкесінің күйеуі үйге келеді. Және Брэндон құрбанына деген таңдауын өзгертеді. Ол әпкесін емес, енді әпкесінің күйеуін өлтіруге шешеді. Одан үстіндегі киімі жоқ болып Брэндон үйге келеді. Келсе Тори мен Кайла алаңдап отыр екен. Екеуінің қайда жүрсің деген сұрағында балалармен дау ойнап қалдым деп өтірікті соғады. Киіміңе не болған десе, балшық болып қалды, сондықтан қолыма бүктеп алып алдым деді. Әрине, ондай сөзге ата-анасы сенбейді. Сол түні Кайл бәрін сезгенде қорқынышты түс көреді. Және ертеңінде Торидың сіңлісі күйеуінің кеше түнде белгісіз жағдаймен қайтыс болғанын айтады. Бұны біле салып Тори мен Кайл Брэндонге сенің көкең қайтыс болыпты десе, Брэндон тіпті дым мән бермейді.
Әрине, ішінде күдігі бар Кайла Брэндонның бұл қылығына ұрсады. Сол сәтте Брэндон өзінде ерекше күш бар екенін білдіріп қояды. Содан ертеңінде Кайла Брэндонды ертіп аңға шығамын дейді. Сөйтіп олар екеуі аяқ астынан аңға шығатын болады. Және сол күні Тори Брэндонның бөлмесіне кіріп, оның бөлмесін тінтейді және оның дәптерін тауып алады. Және барлық қылмыстарды Брэндонның жасағанына енді көзі жетеді. Ал мына жақта Кайл Брэндонмен орманда жүреді. Кайлдың аяқ асты аңға шығайық деген себебі ұлымен әңгімелесу үшін емес, оны өлтіру үшін болған. Бірақ Брэндонның қабілеті өте күшті болып шығады. Одан тіпті уақыт өтпейді екен. Әрине, одан кейін оны өлтіреді. Одан Брэндон Ториға келеді. Тори әлгінде Брэндон қолын әлгі аспаннан түскен объектіге қанатып алғанын еске түсіреді. Сол металл ғана Брэндонды өлтіре алады деген ойға келеді. Сөйтіп фермада металл сынығын тауып алып Брэндонды шақырады. Одан өтірігі Брэндонды елжіретіп, сен менің барымдан нәрімдісің деп сөздерін айтып, металлды артынан сұғып алмақшы болғанда, Брэндон оны сезіп қояды. Одан әрине Ториді өлтіреді. Ал Брэндон әлемді жаулау жоспарын бастайды. Осылай фильм аяқталады. Бұл фильм егер біз білетін супер қабілеті бар адамдары жаман жаққа бұрылса, не болады деген концепциямен түсірілген. Бұл кинодағы Брэндонның қабілеті дәл супермендікідей. Ал сценарий авторлары Брайан Гейн және Марк Гейн. Ал енді мен бұл фильм жайлы өз ойымды айтсам, бұл менің көрген алғашқы жауы супер қабілеті бар хоррор жанрындағы фильм. Сондықтан да концепциясы қызық сезілді. Бірақ фильм сондай керемет те болған жоқ, жаман да болған жоқ. Егер сен бұл фильм жайлы спойлер біліп, не болмаса концепциясымен таныс болсаң, бұл фильм онша қызық болмайды. Бұл фильмді оқыстан оқыс кезіктіріп қалып, ешқандай expectationсыз көрсек, қызық болады. Ал достар, осылай видео аяқталды. Видеоны ұнаса міндетті түрде арнаға тіркелеміз, лайк басамыз, өз пікірімізді комментарийға қалдырамыз. Айтпақшы, келесі апта жаңа видео.